қайралған әр асаба, не дейді домбырасын ала салап, тойдағы арзан сөзің өте қоймас, айтыстың сахнасымен санасама. Байзақовадан бөлек еді, құрдасын көзін ашып қарасама. Тегінде тексіздермен салыстырып, шегіп алған жандай ма, бөгіп алған жандай ма анашаға. Көзіңе жалаңаш қыз елестетпей, айтсын құрдасыңның тамашала. Еркектерді әйелмен шатастырсаң, Айнабек абыройын әр асама. Әңгімеңді түсінбей отқан шығар, Айжан қызы білмейтін балашаға. Мысалғы мен де сені Айнабекті Айнагүл деп танысам, жарасама ай ярас, былтыр тілден байланғанмын. Өз-өзіме аңқан боп қайран қалдым. Сендер қысап күндай түсіп жүр деген соң, құнарын тере алмаған ой маржанның. Жұма сайын жүлде алған жүйрік аттай, ішінде жүрген жоқпын майдандардың. Қысылғаннан қыз болсам қыз болдым дегендей, айтысты қойсам ба деп ойланғанмын. Содан кейін мың ойланып, мың толғанып, деп шештім, алдым дәрі сайрандар күн. Құдай берген өнерім болғаннан соң, айтысқа жатпай тұрмай дайындалғанмын. Қандай сынақ болса да сабыр қылар, үмбеті емеспін бе пайғамбардың. Қайтамен Хазіреттің айтқанына, қайғалмаған керісінше қайралғанмын Жүкемізге қарап күлдіңіз ғой. Арналсын өзіңізге біздіңіз ғой. Былтырғы айтысымыз есіңізде, 2-3 күн Қостанайда жүрдіңіз ғой. Молданы шұттап қойып, Хазіретке аямай езуімді тілдіңіз ғой. Сонда да сен айтысқа шақырам деп, менен бірдеңе шығарым білдіңіз ғой. Былтырғы менің жүлдем сол сөз еді. Қасқайып қарсы алдымда тұрдыңыз ғой. Қуанғаннан ауылыма айтып бардым, ақкөңіл сөзге сенгіз жындыңыз ғой. Жүкеңнің менде жүйрігі болам деген барынтамды айтысқа бұрдыңыз ғой. Жүкеңде жоқ жүрсейді деген адамда жоқ, молданы өтірікші қалдыңыз ғой. Бастан кешкеніміз, өмір сүріп жарық өтпеліміз. Ау жүке артық айтсам айып етме десек те дей алмаймыз өкпеліміз. 30-дан ассақтағы облыстан асалмай жүрген жан біз өйткеніміз. Бірінші алла, екінші сіздің тізім, бізге де келер мекен көктеміңіз. Қазіргі айтыс бөлінген 2 топқа осы меді өнерде жеткеніміз. Мағанда күмәнменен қарайсыздау, оған себеп түк басқан беттеріміз. Намаз оқып ұстасақ оразаны, жалғасқан пайғамбардан мектебіміз. Айтыс болған жер болса қалдырмаңыз, қайтыс болған жерде жүріп тепкеніңіз амандасып алайын сүйіктермен, ақын сөзін тыңдайын биіктерден. Сақтаған сарымайдай өздеріне өнерім өлегімде жиып терген. Жалғанда дәлсіздерде жан бар мекен, ақынға сүйген асын сүйіп берген. Бірінші алла, екінші сенің арқаң, көрініп жатсақ бүгін биіктерден. Жайқалған Қостанайдың егініндей, айналдым өздеріңдей киіпкерден. Жүрсіннің жүйріктерін көру үшін 700 теңгелерін қиып келген. Жүзге жеткен ағайын жүзге жетсін, ұлттың рухын бәрінен биік көрген.
Қостанай тойларыңыз құтты болсын, Бейімбеттің биігі биіктелген. Бейімбет алтын дәннің сабағындай, алтын басын айтыстеп, әйіп келген мен өзім ел басында етем үлгі. Ынтымақпен осы күнге жете білді. Желбіреген көк тудың арқасында көк көздерден біз азат ете білді. Құдай жайлап бермесе несібеңді, Қытай жайлап кетермек мекеніңді. Кешегі соңғы жаңалық көрдіңіздер, бұл өзі жағдай боп тұр өте мұңлы. Қытай бізге зауытын салмасын деп күні кеше күл алаш көтерілді. Қытай десе болдық қой елең етер, сағыз соғысудан сақта Құдай екенімді. Бабалар айтып кеткен қара Қытай біздің де шекарадан өте білді. Ей, сенің де түсін түстес солар менен. Мен сенің де білмейді екем жек өміріңді. Жастар жылы кеп қалған жаспа десем, жан емессің жастарым етер үлгі. Оу жеге, мынауың кім бұлғай бала, айтысқа қосыпсыз қой бөтен ұлды. Тіл білген ақын демесең түрі суық, кім білген қандай тыңшы екеніңді Қытай тілін оқытпақ дейді мектептешін, өйстіп қазақ тілін бір күн шектетпесін. Өтінішім елбасы мен президентке қара Қытай еліме беттетпесін. Қытаймен сауда жасамаған мен қал деді, жеріңді саудаға сап жеп кетпесін. Біздің жаққа келген жоқ әзір болар, Құдайым жалғызларды көктетпесін. Айт отыр, сенде қайдан екеніңді, келген жұрт сені Қытай деп кетпесін. Күлтөбенің басында күнде жиын, митингіден шаршадау үкіметті үшін. Даудың басы Қостанайға Қытай келді деп, айтыстан соң митингі болып кетпесін.